Балалар, бүгінгі іс-әрекетімізді бастамас бұрын өзімізге және қонақтармен амандасып алайық, өзімізге жақсы көңіл күй сыйлап алайық, иә балалар? Қане жарық шеңберін бастаймыз. Армысыздар, қонақтар? Сәлеметсіз бе, апай? Сәлем, досым. Күніміз жарқын болсын. Жарайсыңдар, балалар. Отырыңдар. Дұрыс айтасың, Олжас, күніміз жарқын болсын. Балалар, бүгін отыра ғой, Сәбина, отыра ғой. Балалар, бүгінгі біздің іс-әрекетіміз ерекше болайын деп тұр. Біз қазақтың ұлттық құндылықтарымен танысайын деп отырмыз. Оның бірі, балалар, асық. Қараңдаршы, балалар, асық бұл 4 түлік малдың, мынау кішкентай асық қойдың сүйегінен алынады. Ал мынау үлкен асық, балалар, сиырдың сүйегінен алынады. Қараңдаршы, қойдікінен кішісі, сиырдікінен үлкен асық алынады, иә, балалар? Балалар, бұл асықпен ойындар ойнауға болады. Асықпен ойындар сендерді ептілікке, шыдамдылыққа, достыққа, сендердің шапшаң болуға үйретеді. Көрдіңдер ме, балалар? Балалар, қане айтыңдаршы, мынау не? Асық. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл кішкентай асық екен, иә? Ал мынау үлкен асық екен, иә, балалар? Балалар, бұл асықтар емес, ойындар ойнауға болады. Соның бірі асық шерту, асық ату дейді, иә? Қане, мен сендерге қазір көрсетемін. Бұл асықпен асықтарды қатар-қатарынан тізбектеп қоямыз. Сосын асықпен аяғымызды қойып, былай шетіп, міне көрдіңдер ме, балалар? Апай, мына асықты өзіне алады. Қане, біреуміз көрейікші? Қане, келе ғой. Заңға келе ғой, қане көрші? Мына сызыққа тұрып, асықты атып қой. Атап ал. Ой, молодец, балалар, жарайсың заңдар. Міне, балалар, үйлестіріп, 2 бала болып, бірнеше бала болып, кезекпен-кезек асықты атып ойнайды. Кімде кім асық болады, сол бала жеңіске жетті. Яғни ұтты, иә, балалар? Балалар, бұл асықты ер балалар ойнайды, иә, балалар? Бұл біздің бірінші құндылығымызбен танысты. Балалар, екінші біздің құндылығымыз ол ойын өрнектер. Қараңдар, балалар, ойын өрнектер әр түсті болады. Және олар біздің киімдерді әшекейлеуге, кигізге әшекейлеуге, тіпті өздеріне қараңдаршы, сендердің желеткелерін қараңдаршы, ойынға салынған ба? Қараңдаршы, желеткелерін қараңдар. Анау не балалар, қараңдаршы? Ою, әжелеріміз, аналарымыз осындай көйлектерді, міне апайды қараңдаршы, міне апайдың ойына таққан. Тоже не тұр? Ою, өрнекпен әшекейленген, көрдіңдер ме, балалар? Қане, бәріміз бірге айтайықшы? Ою, көрдіңдер ме, балалар? Ойынға әртүрлі түсті болады, иә? Балалар, сендер бір әуен естіп тұрған жоқсыңдар ма? Қарайықшы, бізге біреу келе жатқан сияқты. Мен әуеннің дауысын естіп тұрмын. Қане? Балалар, тыңдаңдаршы, бір әуеннің дауысы естіледі. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, Айсұлу? Балалар, амандасайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Мен сендерге бүгін қазақтың ұлттық құндылығы ою өрнектерді, асықтарды, текеметтерді таныстыруға келдім. Сендер танысуға дайынсыңдар ма? Айсұлу, қандай жақсы болды. Бүгін біз балалармен ұлттық құндылықтармен таныстық, иә, балалар? Қане айтайықшы Айсұлуға, қандай ұлттық құндылықтарды біз білеміз? Асық, дұрыс айтасыңдар. Және қандай біз немен таныстық, балалар? Ойынмен таныстық. Жарайсыңдар, балалар, сендер не деген ақылы баласыңдар? Олай болса, мен сендерге тапсырмалар дайындап бердім. Сендер орындауға дайынсыңдар ма? Иә, біздің балалар өте алғыр, тапқыр, дайынбыз, иә, балалар? Айсұлу, қандай тапсырмалар айтсаң болады? Олай болса, біздің бірінші тапсырмамыз қошқар мүйізді түрлі түстерге әдемілеп бояу. Ал екінші тапсырмамыз түрлі түсті асықтарды қоржындарына салу. Ал үшінші тапсырмамыз текеметке оюларды өз орнына орналастыру. Олай болса, менің бірінші тапсырмама 5 бала келіп ойынды жасады. Қане, балалар, кім келеді? Шыға қойыңдар. Али келе ғой, Әміре келе ғой, Қасиет келе ғой, Аделя келе ғой, Олжас келе ғой. Қазір балалар, сендер отыра беріңдер. Мына жерге келе ғой, келесің бе? Мына жерге келе ғой. Мына келе ғой. Сен келе ғой. Келе ғой, Нұрислам келе. Айбарыс келе ғой. Балалар, бәріміз
бірге бастаймыз, жарай ма? Айбарыс келе мына жерге. Ал текеметті құруға келе Сабина. Қараңдар, балалар, сендер қазір қылқаламды алып, оны суға салып, бояуымызға жағып, жоғарыда төмен қарай бояймыз, жарай ма? Оң қолымызға қылқаламды аламыз, жоғарыда төмен қарай бояймыз. Сол қолдарымен ұстап тұрсаңдар болады, жарай ма балалар? Қолдарың бұлғанып қалса, міне сендерге салфетка сүртесіңдер. Одан кейін бояп болғаннан кейін қылқаламды орнына салып қоямыз, жарай ма? Ал сендер балалар, түстеріне қарай асықтарды ажыратуларың керек, иә? Сенікі қандай тұсқан қарай тағашы? Көп, дұрыс айтасың. Ал сенікі қандай тұс, Хамза? Сары түсті. Қармақты алып, мені қараңдар, қармақты алып, асыққа былай істеп, алып, саламыз. Жарай ма? Қазір балалар, бәріміз бірге бастаймыз тапсырманы. Ал сендер балалар, мына үлгіге қарай, өте әдемі, әшекейлі текемет жасайсыңдар. Міне әрқайсының алдында үлгілер тұр. Сол үлгілерге мына әдемі әшекейлі оюларды тағамыз, иә балалар? Қане айтыңдар, бұл қандай түсті ою? Қандай түсті ою айтыңдаршы? Сары түсті оюларды мына үлгісіне қарап қоямыз, жарай ма? Ал балалар, жұмысты бастаймыз. Қатты айтамын. Жасыл. Әмеле, сен қандай түсті ой боядың? Қатты айтамын. Қызыл, дұрыс. Аделя, сен қандай түс? Сары, дұрыс айтасың. Ал біздің мына жердегі шапшаң балаларымыз өздерінің қоржындарына асықты жинап қойыпты, иә? Нені жинадық біз балалар? Нені жинадың, айтшы? Асық, иә? Заңда қандай түсті асық жинадың? Көк. Дұрыс айтасың. Ал сен қандай түсті асықтарды жинадың, Хамза? Жасыл. Жасыл ма? Қараңдаршы балалар, жасыл ма? Сары, дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, қараңдаршы. Мынамыздың текеметті орындаған балалар, қараңдар, қандай әдемі. Айбарыс қарай ғой, қандай әдемі текемет, иә? Керемет. Қане бәріміз дұрыс орындаппыз, иә? Қараңдар балалар, қандай әдемі текемет шықты. Керемет. Маған айтшы, мына қандай түсті ойын? Айта қойшы. Жасыл, дұрыс айтасың, жасыл. Балалар, сендер тапсырманы орындап болдыңдар. Балалар, сендер мен сендерге берген тапсырмаларыңды өте жақсы орындадыңдар. Енді мен сендерге сол үшін сыйлық беремін. Айсұлу, сыйлықты бермес бұрын біздің ауылда бір сергіп алсын. Балалар, сендер шаршаған боласыңдар. Келіңдер жерге алыңдар, бір сергіп алайық. Келіңдер, келіңдер. Келіңдер, кәне. Олай болса бәріміз бірге сергіп алайық, иә? Сыйлықтарды бойымызға шаш, сергіп алайық, шаш. Айтам сізге. Hadi bәріміз бірге, қол. Аяқ. Айсыңдар балалар, бойымыз бір сергіп қалды, иә? Қане орындарына отыра қойыңдар. Ал Айсұлу, біздің тапсырған орындағанымызға бізге сыйлық бермекші екен. Жарайсыңдар балалар, сендердің орындаған тапсырмаларың маған өте қатты ұнады. Сендер өте шапшаң, ақылды балалар екенсіңдер, иә? Олай болса мен сендерге әкелген сыйлығымды апайларына берейін, иә? Апайларың сендерге тарту етеді, жақсы ма? Қандай керемет, Айсұлу, рахмет саған бізге қонаққа келіп, ұлттық құндылықтарды балаларға тапсырмаларын беріп орнатқаның үшін рахмет. Балалар, бұл тәттіні топқа барып жейміз, иә? Олай болса, менің уақытым келіп қалды. Мен қайтуым керек. Басқа да баратын жерлерім бар. Сау болыңдар. Рахмет, сау болыңыз, Айсұлу. Сау болыңдар. Бүгін бізге қонаққа кім келді? Айсұлу, кім келді балалар? Айсұлу, дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, біз бүгін сендерден қандай ұлттық құндылықтармен таныстық? Айтыңдаршы қане? Асық, дұрыс айтасыңдар. Ал мынау? Ою, иә? Ою. Балалар, біз бүгін не істедік? Айтыңдаршы, қандай тапсырмалар орындадық? Ою, қошқар мүйізді, оюды не істедік? Боядық, иә? Екінші тапсырмамыз қандай болды? Айтамыз, асықтарды ажыраттық, иә? Түстерге қарай ажыраттық. Үшінші біздің тапсырма қандай тапсырма орындадық? Текеметті әшекейледік, иә балалар? Балалар, бүгінгі біздің іс-әрекетіміз осымен аяқталды. Сендерге сабақ ұнады ма? Рахмет, сау болыңдар.